Мысырдан шығу 27-ші тарау. Шалынған құрбандықтарды түгелдей өртейтін үстелді ақ қарағаннан жасады. Ол 4 бұрышты, ұзындығы мен ені 5, биіктігі 3 шынтақтан болсын. Оның 4 бұрышынан шығып тұрған мүйіз тәрізді 4 шошақ құрбандық үстелімен біртұтас жасалсын. Үстел қоламен қапталсын. Үстелдің мына құрал саймандарының бәрін қоладан жасады. Күл салғыштар мен қалақтар, қан бүркуге арналған тостағандар, шанышқылар және шоқ салатын табалар. Отқа арналған торды да қоладан жасады. Оның 4 бұрышында 4 қола шығыршығы болсын. Торды үстелдің 4 қабырғасының ортасына дейін жететіндей етіп, ішкі жағынан астынан орналастырды. Үстелге арнап ақ қарағаннан қоламен қапталған сырықтар жасады. Олар сол шығыршықтарға кіргізіліп, құрбандық үстелін көтеріп алып жүрген кезде, оның 2 бүйірінде болмақ. Сонымен құрбандық үстелін қоламен қапталған тақтайлардан, оның ішін қуыс етіп жасады. Ол өзіңе осы тау басында көрсетілген үлгіге сай жасалуға тиіс. Киелі шатырдың ауласын жасады. Оның оңтүстік және солтүстік жақтарының ұзындығы 100 шынтақтан болсын. Ауланы жіңішке зығыр жіптен тоқылған перделер қоршап тұрсын. 20 қола тағанға орнатылған 20 бағана және сол бағаналарды байланыстыратын күміс ілгіштері мен сырықтарын жасады. Ауланың батыс жағының ұзындығы 50 шынтақ болып, оның перделері 10 тағанға орнатылған 10 бағанаға ілініп қойылсын. Ауланың кіреберісі орналасқан шығыс жағы да 50 шынтақ болсын. Кіреберістің екі жағындағы перделердің ұзындығы 15 шынтақтан болып, әрқайсысы 3 тағанға орнатылған 3 бағанаға ілінсін. Ал аула кіреберісінің өзіне арнап ұзындығы 20 шынтақ перде тоқыды. Ол қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден түрлі өрнектермен кестеленіп тоқылсын. Пердені іліп қою үшін 4 тағанға орнатылған 4 бағана дайындады. Ауланы қоршап тұрған барлық бағаналар бір-бірімен күміс сырықтармен байланыстырылсын. Ілгіштері күміс, тағандары қола болсын. Ауланың ұзындығы 100, ені 50, ал перделердің биіктігі 5 шынтақ болсын. Олар жіңішке зығыр жіптен тоқылсын. Киелі шатырдың әртүрлі жұмыстарға қолданылатын барлық басқа құрал жабдықтары, ауланы қоршаған бағаналар және шатырдың өзін бекітуге қажетті күрлі қазықтар да қоладан жасалсын. Шам қойғыштың шамдары ұдайы жанып, жарық қылулары керек. Сол үшін израильдіктерге зәйтүн жемісінен кереде түйіп сығып алынған таза май әкелуге тапсырма бер. Кездесу шатырындағы келісім сандығының алдында, ілінген шымылдықтың сыртқы жағында, жаратқан иенің алдында, Харон мен оның ұлдары күн батқаннан таң атқанша шамдардың жанып тұруын қамтамасыз етсін. Бұл Израиль халқының болашақ ұрпақтарына берілген тұрақты ереже.